Қайырлы күн достар, сіздермен Айдана, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін үй жағдайында батоннан жасайтын боламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Алдымен менің каналыма тіркеліп, осы видеоның соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға жылы сүтімізді, оған жылы суымызды қосып, екеуін араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін дәміне қарай 2 кішкентай қасықпен тұз, 2 үлкен қасықпен қант салдым. Сіздер қосып болғаннан кейін міндетті түрде дәмін көріңіздер. Араластырып аламыз. Үстінен құрғақ ашытқы саласыздар. Тағы да араластырамыз. Оның үстінен сұйық майымызды құйып, барлығын біркелкі болғанша араластырып аласыздар. Енді електен өткізіп алған ұнымызды 3 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Бірінші бөлігін қосып, қасықтың көмегімен араластырып аласыздар. Түйіршіктері кеткеннен кейін екінші бөлігімізді салып, тағы да араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін, енді соңғы бөлігін салып, қолымыздың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Қамыр қаншалықты жұмсақ болса, наныңыз да жұмсақ болып піседі. Соңында осылай сұйық май құйып, илеп аламыз. Сол кезде қамырларыңыз ыдысқа да, қолыңызға да жабыспайтын болады. Илеп, одан кейін қолымыздың көмегімен суала жасап, ыдысымызға қалдырамыз. Бетін жауып ашуы қажет. Міне арадан біраз уақыт өтті. Қамырымыз өте әдемі болып көтерілді. Ыдысымызға жабыспай. Енді ұнымызды сеуіп аламыз. Ұнды кішкене көбірек сеуіңіздер, себебі қамыр жұмсақ болғандықтан қолға жабысқақ болады. Ыдысымызда өте оңай алынады. Бұны 3 бөлікке бөлдім. Менде батоннандар өте үлкен болды. Сіздер бұл қамырдан 6 батоннан шығарсаңыздар болады. Барлығын суала жасап аламыз. Суала жасап болғаннан кейін енді жаюға кірісеміз. Қамырымызды алып, ең бірінші қолымыздың көмегімен, одан кейін оқтаумен ұзынша 4 бұрышты сопақша етіп жайып аласыздар. Қамырымызды жайып болғаннан кейін шетінен бастап бүктеп шығасыздар. Бүктеп батон формасына келтіресіздер, қисық болмасын. Оны алып бетін жауып қоясыздар көтерілгенше. Бетіне пленка, оның үстінен матамен. Енді екінші нанымызды да дәл жаңағындай қайталаймыз. Ең бірінші қолымызбен, одан кейін оқтаумен жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін шетінен қайтарып, батон формасына келтіреміз. Үшінші нанымызды да дәл осылай жасап аласыздар. 10 минутқа бетін жауып көтерілгенше қалдырасыздар. Көтерілген қамырымыздың бетін осылай пышақтың көмегімен кесіп алыңыздар. Піскен кезде өте әдемі болып шығады. Қамырымыздың бетін пленкамен жауып қоямыз. Одан кейін 5 минутқа бетін ашық қалдырасыздар. Сол кезде осылай кескенде қамырыңыз пышаққа жабыспайтын болады. Кесіп болғаннан кейін қамырымыздың бетіне жұмыртқамызды жағатын боламыз. Жұмыртқа немесе сүт жақсаңыздар да болады, бірақ мен жұмыртқа қолданамын. Жұмыртқаны барлық жеріне біркелкі етіп жағып шығыңыздар. Жұмыртқамызды жағып болғаннан кейін бетінен мен қара күнжіт қолдандым. Сіздер өз қалауларыңыз қара, ақ, немесе макта қолдансаңыздар болады. 180 градус пеште 30-35 минут аралығында қысарғанша пісіріп аласыздар. Сонымен міне біздің батондарымыз дайын болды. Өте жұмсақ, иісі, дәмі де ерекше болып шығады. Енді осы батондарымыздан мини пиццалар жасаймыз. Ірімшік және колбасамызды алып турап аламыз. Колбасаны қалаған формада кессеңіздер болады. Мен осындай кішкентай 4 бұрышты формада кесіп алдым. Колбасамызды кесіп болған соң, нанымыздың үстіне кетчуптарымызды жағып шығамыз.
кішкентай қасықтың көмегімен барлық жерден біркелкі етіп жағып шығасыздар. Енді үстіне жаңа колбасаларымызды қоямыз. Оның үстінен ірімшігімізді үкіштен өткізіп қосамыз. 5 минутқа пешке, қызып тұрған пешке салып аласыздар. Сонымен біздің мини пиццаларымыз дайын. Осылай пицца және батоннан мен отбасыларыңызды қуантыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айдана. Келесі кездескенше сау болыңыздар.